Қазақстан Республикасы әкімшілік рәсімдік процестік кодексі. Бірінші бап Қазақстан Республикасы әкімшілік рәсімдер туралы заңнамасы және Қазақстан Республикасы әкімшілік сот ісін жүргізу туралы заңнамасы. Қазақстан Республикасы әкімшілік рәсімдер туралы заңнамасы Қазақстан Республикасы Конституциясына және халықаралық құқықтың жалпыға бірдей танылған қағидаттары мен нормаларына негізделген. Осы кодекспен Қазақстан Республикасы өзге де нормативті құқықтық актілерінен тұрады. Қазақстан Республикасының аумағында әкімшілік сот ісін жүргізу тәртібі Қазақстан Республикасы Конституциясына және халықаралық құқықтың жалпыға бірдей танылған қағидаттары мен нормаларына негізделген. Қазақстан Республикасының конституциялық заңдарына осы кодексте айқындалады. Егер осы кодексте өзгеше тәртіп көзделмесе, әкімшілік сот ісін жүргізуде Қазақстан Республикасы азаматтық процестік кодексінің ережелері қолданылады. Екінші бап әкімшілік сот ісін жүргізуде артықшылық күші бар құқықтық нормаларды қолдану. Қазақстан Республикасы Конституциясының жоғары заң күші бар және ол республиканың бүкіл аумағында тікелей қолданылады. Осы кодекс нормалары мен Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының арасында қайшылықтар болған жағдайда Конституциялық заңның ережелері қолданылады. Қазақстан Республикасында ратификациялаған халықаралық шарттар осы кодекс алдында басымдыққа ие. Үшінші бап осы кодексте реттелетін қатынастар. Осы кодекс мемлекеттік органдардың ішкі әкімшілік рәсімдерді жүзеге асыруға байланысты қатынастарды, сондай-ақ әкімшілік сот ісін жүргізу тәртібін реттейді. Мемлекеттік органдар, әкімшілік органдар, лауазымды адамдар, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалар осы кодексте реттелетін қатынастардың қатысушылары болып табылады. Мемлекеттік органдардың осы кодексте көзделген ішкі әкімшілік рәсімдерін жүзеге асыру тәртібі Қазақстан Республикасы нормативті құқықтық актілерінде реттелмеген бөлігінде Қазақстан Республикасы президентінің қызметінде бүкіл мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың, Қазақстан Республикасы жергілікті өкілді органдары аппараттарының, Қазақстан Республикасы жергілікті атқарушы органдарының қызметінде қолданылады. Осы кодексте белгіленген әкімшілік рәсімдердің тәртібі қылмыстық процестік, азаматтық процестік заңнамасында және әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында, Конституциялық кеңесі туралы, жоғары сот кеңесі туралы заңнамасында, бюджет заңнамасында, Қазақстан Республикасы барлау туралы, жедел іздестіру қызметі туралы заңнамасында. Мыналар тексерілу Қазақстан Республикасы Конституциялық кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған құқықтық актілер. Іс жүргізу тәртібі Қазақстан Республикасы қылмыстық процестік, азаматтық процестік заңнамасында және Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында көзделген істер әкімшілік сот ісін жүргізу тәртібімен қаралуға жатпайды. Төртінші бап осы кодексте пайдаланылатын негізгі ұғымдар. Кодексте қамтылған ұғымдар мынадай мағынада қолданылады. Арыз әкімшілік рәсімге қатысушының өз құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін немесе басқа тұлғалардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін іске асыруға жәрдемдесу туралы өтініш хаты қамтылған жолданым нысандарының бірі. Екінші, арыз иесі әкімшілік рәсімді жүзеге асыру үшін әкімшілік органға, лауазымды адамға жолданым берген адам, сондай-ақ өзіне қатысты әкімшілік акт қабылданатын, әкімшілік әрекет жасалатын, әрекетсіздік танылатын адам әкімшілік актының адресаты. Үшінші, ауыртпалық салатын әкімшілік акт. Әкімшілік рәсімге қатысушының құқығын іске асырудан бас тартатын, шектейтін, тоқтататын, немесе оған міндет жүктейтін, сондай-ақ оның жағдайын өзгеше түрде нашарлататын акт.